үй жағдайында өте дәмді табиғи сыр жасаймыз. Ең алдымен сүтті ысытып, үстіне творог салып, осылай ерітеміз. Сүт сары суға айналған соң, сүттен творогты осылай дұрышлактың көмегімен сүзіп аламыз. Қалған сывороткадан блинін жасауға болады, оны келесі видеомда көре аласыздар. Творогты қайтадан қазанға салып, үстіне 40 грамм сары май, жарты ас қасық тұз, жарты шай қасық ас содасы, бір жұмыртқа салып жақсылап араластырып, қайтадан плитаға қоямыз. Творогты плитаға қойған соң, тоқтаусыз араластыру керек, себебі асты күйіп кетуі мүмкін. Достар, сыр жасаудың толық видеосы менің YouTube каналымда. Қарап көруге кеңес беремін. Творогты ертіп болған соң, өзіміз қалаған кез келген қалыпқа салып, бетін жауып тоңазытқышқа суытуға қоямыз. Біздің үй жағдайында жасалған өте дәмді сырымыз да дайын. Рецепті сақтап қою үшін лайк басуды ұмытпаңыздар.